Сәлем достар, бүгін аджика тұздығын дайындайтын боламыз. Аджика көптеген тағамдарға тәбет ашу үшін қосымша ретінде жүретін өте дәмді әрі пайдалы тұздық. Оны дайындауға арналған көптеген рецепттер бар. Мен өзімнің дайындау тәсіліммен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен аджика жасау үшін керекті көкөністерді дайындап аламыз. Ол үшін бізге болгар бұрышы, қызанақ, сарымсақ және ащы бұрыш керек болады. Қызанақты екіге бөліп, ет тартқыштан өткізуге дайындап турап аламыз. Қызанақтың барлығын осылай ет тартқыштан өткіземіз. Қызанақты өткізіп болдық. Енді сарымсақтың қабығы тез аршылу үшін үстіне ыстық су құйып 1-2 минутқа қоя тұрамыз. Сонан соң қабығын аршып аламыз да, оны да ет тартқыштан өткізіп аламыз. Келесі болгар бұрышында барлығын ет тартқыштан өткіземіз. Ащы бұрышты да осылай өткізіп аламыз. Барлық көкөністерімізді ет тартқыштан өткізіп болдық. Енді қайнатуға кірісеміз. Үлкен бос ыдысымызды отқа қойып, үстіне езілген көкөністерді құямыз. Бірінші езілген қызанақты құямыз. Екінші болгар бұрышын құямыз. Одан кейін ащы бұрышты құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болып, астындағы отын орташаға қойып, қайнағанын күтеміз. Міне қайнады, енді жай отта 10 минут бетін ашып қойып қайнатамыз. Өйткені бұлмен бірге бойындағы артық сулары азаюы керек. 10 минут қайнап болған соң езілген сарымсақты саламыз. Және ас жабысып қалмасы үшін жиі араластырып тұрамыз. Сарымсақты салып, тағы 5 минут қайнатып аламыз. Бес минут қайнаған соң 1,5 ас қасық тұз саламыз. Одан кейін 2 ас қасық қант саламыз. Рецептің құрамын сипаттама бөліміне қалдыратын боламын. Қалауыңызша азайтып немесе көбейтіп жасай аласыз. Қанты мен тұзы ерігенше жақсылап араластырамыз. Соңынан 1,5 ас қасық 6% алма сірке суын құямыз. Тағы араластырып 2-3 минуттай отта ұстай тұрамыз. Арасында банкаларды стерилдеп қойдым. Бас аяғы 20 минутта қайнап қоюланды. Аджикамыз дайын болды. Астындағы отын сөндіреміз. Енді бірден ыстықтай стерилленген банкаларға құйып аламыз. Қақпақтарды да стериллеп алып, бетін жабамыз. Достар, менің арнамда басқа да пайдалы рецепттер бар, қарап көріңіздер. Және де алдағы шығатын жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде сіз бірінші болып көресіз. Менде осы рецепт бойынша 5 литр аджика шықты. Банкаларды суығанша осылай қалдырамыз. Суыған соң салқын жерде немесе үй температурасында шкафтарға қойып сақтауға болады. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Достарыңызбен де бөлісіп қойыңыз. Сіздермен болған Айнұр, баршаңызға сәттілік.